бір ел бір кітап акциясы аясында онлайн кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстанда бір ел бір кітап республикалық акциясы Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы және Қазақстан Республикасының кітапханашылар ассоциациясы бастамасымен 2007 жылдан бастап өткізіліп келеді. Акцияның негізгі мақсаты қазақ әдебиетін насихаттау, қоғамда оқуға деген қызығушылығын арттыру, Қазақстанның әдеби мұрасын зерттеуге, оқып білуге деген қызығушылықты дамыту, сондай-ақ өскелең ұрпақтың зияткерлік рухани дамуына ықпал ету. Бір ел бір кітап республикалық акциясы комиссиясының шешімі бойынша биыл 2020 жылы Қазақстанда жалпыға бірдей оқу үшін Әнуар Әлімжановтың ұстаздың оралуы және де Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы ұсынылып отыр. Енді қысқаша осы кітаптарға тоқталып өтейін. Әнуар Әлімжановтың ұстаздың оралуы романы бізді орта ғасыр дәуіріне жетелейді. Оқиғалар Орта Азия мен Таяу Шығыс қалаларында өрбиді. Бұл жерде шығарманың басты кейіпкері терең, ақылы және кең білім үшін екінші ұстаз Аристотельден кейін атанған Әбу Насыр әл-Фараби өзінің философиялық трактаттарын жазған. Келесі барлықтарыңызға танымал Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы. Бұл Абай жолы роман эпопеясы Қазақстан көркем прозасын жоғарыға көтерген ең үздік туынды болып табылады. Бұл романның оқиғалары тізбектеп сипаттауына да, эстетикалық талғамы мен көркемдік қуатына да жететін шығарма жоқтың қасы. Егер Абай жолы эпопеясының барлық кітаптары қазақ халқының жарты ғасырлық өмірін сипаттаса, оның әрбір кітабы Абайдың рухани адамгершілік жетілуінің белгілі бір кезеңін белгілейтін болады. Абай жолы роман эпопеясының барлық 4 томы да біздің Теміртау қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесінен тауып оқи аласыздар. Және де осы аталған биылғы акцияның қатысатын кітаптардың орыс тіліндегі аударма кітаптарында біздің кітапханадан алып оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет.